Балалар әдебиетіне қалам тартпаған жазушылар кемде-кем шығар. Солардың бірі жазушы Жақсылық Кенжалиев. Жақсылық Кенжалиев 1955 жылы 24 ақпанда Қызылорда облысы Сексеуіл станциясында дүниеге келген. Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсіп, журналистика факультетін бітірген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Жақсылық Кенжалиевтің балаларға арналған әңгімелері республикалық басылымдарда жарияланып келеді. Солардың бірі «Жетімдер жетімсіремесе екен» әңгімесі. Мен сіздерді осы әңгіменің желісімен таныстырып өтейін. Мақанмен Ербол асық ойнап еді. Ербол асығынан ұтылып қалып, асығымды бер деп қайтадан сұрады. Мақан берген жоқ. Содан екеуі төбелесіп кетті. Балдардың барлығы Мақанға көмектесті. Ербол жабылмаңдар маған деп жылап кетіп қалды. Жерге қарасам, мына бас киіміне түсіп қалған екен. Берейін деп іздесем, балалар үйінен екен. Қаттайып кеттім өзім әже. Бас киімін берейін деп алып келдім. Көргенде берейін деп әже. Өткенде қалаға барғанда жерде жатқан бас киімді көріп, залдың басына іліп кеттің. Мына бас киімнің сыры неде? Айтыңызшы маған. Құлыным менің, ақылыңнан айналдым сенің жаның балам. Бұл бас киімді жерде жатқан жерінен көтеріп, қағып, осы үйге алып келгенің өте дұрыс болды балам. Бұл ісіне қатты қуанып тұрмын. Енді бұл бас киімнің сырын айтатын болсам, атам қазақ о бастан бас киімді қадірлеген, жерде жатса баспаған, аяқпен таптамаған, оны алып төрге қойған. Себебі бұл бас киімде адамның бағы бар деп есептеген. Енді біздің қазақ атамыздың ырым тыйымы көп қой балам. Жалпы бұл бас киімді біздің қазақ атамыз ер адамы болса да, әйел адамы болса да бас киімсіз жүрмеген, шашын көрсетпеген. Енді бұл бас киімді теріс кимеген. Сосын енді қазіргі жастарды балам өзіңде көріп жүрсің ғой, мына бас киімді осындайды теріс киеді былай. Бұл балам дұрыс емес. Сен олай жасама. Жарай ма балам? Бас киімді теріс кисе заманың, баяғыда атам қазақ айтатын еді, бас киімді теріс кисе заман теріс кетеді деп. Мынау енді қазір көзіміз көріп отыр ғой. Заманның жаңағы ағымы бұзылып, адамдардың пиғылы да теріс кетіп жатқанда, осы кейде ойлап қоямайды, мына жастардың осы жаңағы бас киімді теріс киюінен бе деп те. Аллам өзін сақтай гөр. Балам, мына бас киімді енді мынау әлгі жетімдер үйінен дедің бе жаңағы баланы? Ол дұрыс болмаған екен, енді көпшілік болып, ол баланы соғулары дұрыс емес. Сен ондай іс жасама балам, жарай ма? Енді ол баланың бір тағдыры қиын болған екен. Ата-анасынан айырылып, сол жетімдер үйіне түскені енді бір басына жазған тағдыр болар енді. Алла тағала да енді бір маңдайына біткен сол тағдырын өзгертіп, бәлкім осы бас киімді апарып, оның басына кигізсек, ол баланың да жүзіне күлкі үйіріліп, бәлкім бақытты балаға айналар. Жүрекіміз одан да тауып алып, әлгі баланы мына бас киімін өзіне. Құрметті оқырмандар, міне бүгінгі әңгімеден ұққандай бас киімді қадірлеуіміз керек екен. Себебі бас киім киелі, бағалы саналады. Жерде жатса теппей, лақтырмай, баспай, жоғары іліп қоюды әдетке айналдырыңыздар. Бастарына киіп жүрген бейсболканы тез қаратып кимеңіздер. Атам қазақ еш нәрсені себепсіз айтпаған жаңа әңгімеден көрдік. Кітапханада осындай мағыналы, қызықты кітаптар бар. Оқыңыздар, сүйікті оқырманымыз болыңыздар.